Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге тұшпара дайындайтын боламыз, яғни пельмени. Ол үшін бізге 400 грамм су, 1 ас қасық тұз, 2 жұмыртқа қажет. Бөлме температурасындағы суға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Араласып болған соң, ұнымызды бөліп сала бастаймыз. Шамамен 800 граммдай ұн кетеді. Осылай астын үстіне араластырып отырып, қамырымызды илейміз. Пельменнің қамыры қаттырақ болғаны дұрыс, себебі піскен кезде ол езілмей, жыртылмай пісетін болады. Қолымыздың күшін салып отырып, осылай барлық жері араласқанға дейін жақсылап илейміз. Мына илеп болдық, қатты қамыр шықты. Енді осы қамырды 20 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде ол жұмсаратын болады. 20 минут өтті. Мінекей қамырымыз жұмсарып қалды. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін. Осылай жақсылап айналдырып отырып домалақтап аламыз. Және оны тағы да 15 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде оның июі қанып, өте жақсы болып жайылатын болады. Екіншісіне дәл солай домалақтаймыз. Қамырымыз демалып болам дегенше, біз начинканы дайындайық. Ол үшін бізге 1 килограмм фарш, 1 килограмм пияз, тұз, бұрыш қажет. Пиязды осылай бөліктерге бөліп, майдалап турап аламыз. Бір ас қасық тұз саламыз, жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыздың июі қанып, жаюға дайын болды. Екі шеті бірдей болу үшін айналдырып отырып жаямыз. Маған ең оңай тәсілдердің бірі ұнайды. Осылай қамырды бірінің үстіне бірін иректеп отырып қойғаннан кейін 4,5-5 сантиметр болатындай етіп кесіп аламыз. Осындай ленталар шығады, бір-бірінің үстіне қойып, тағы да 4,5-5 сантиметр етіп кесеміз. Қамыр жабысып қалмас үшін жайған кезде ұнды салып отырып жаю керек. Қамырлар 4 бұрышты квадратный болып шығады. Шамамен жарты шай қасықтай, немесе 1 шай қасық толтырмай, начинкамызды қамырдың үстіне қоямыз. Шет-шеті ашылып кетпес үшін жай басып шығамыз. Екі шетін қайырып, осылай түйеміз. Қиын ештеңесі жоқ, үйреніп кетуге болады. Міндетті түрде үйде қайталап жасап көріңіздер. Осы пельмен порциясынан шамамен 2,5 килограммдай пельмен шығады. Әдетте мен пельмендерді мұздатқышқа салып қатырып қоямын. Сосын керек кезінде шетінен алып жей береміз. Міне мұздатылған пельмендері дайын. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.